Сәлеметсіңдер ме 9-шы сынып оқушылары? Бүгін біз мемлекеттік емтихан алгебра пәнінен 3-ші нұсқаның А бөлімін қарастыратын боламыз. Менің каналымда тағы да 1-ші, 2-ші нұсқаның 2 бөлімі де бар. Каналыма тіркеліп қойыңыздар. Бірінші есеп есептеңіз. 81 көбейтілген 3-тен 1-дің 4 дәрежесі азайтылған 0,105 көбейтілген минус 10-ның 2 дәрежесі. Бұны есептеу керек. Ең алдымен біз мынау сандарды бір өрнекке келтіріп аламыз. Мысалы 81 дегеніміз бізде 3-тің 4 дәрежесі. 3-ті 3-ке көбейтсек 9, 3-ке көбейтсек 27, тағы да 3-ке көбейтсек 81. Яғни 81 дегеніміз 3-тің 4 дәрежесі көбейтілген. Мынау жақшаның ішінде тұрған өрнек, сыртында тұрған дәреже жақшаның ішіндегі алымына да бөліміне де ортақ болады. Сонда былай жазсақ болады. 1-дің 4 дәрежесі бөлінген 3-тің 4 дәрежесі. Азайтылған 0,105 көбейтілген минус 10-ның 2 дәрежесі, ол бізде 100-ді береді. 100 тең болады. Енді 3-тің 4 дәрежесі мен 3-тің 4 дәрежесі қысқарып кетеді. Біреусі алымында, біреусі бөлімінде болғандықтан 1-дің 4 дәрежесі бізде 1 дейміз. Яғни минус 0,105-ті 100-ге көбейткен кезде бізде 5-ті береді. Яғни мынаны былай да жазсақ болады. 5 бөлінген 100 деп жазсақ та болады. 0,105. Сонда көбейтсек 100-ге, 100 бен 100 қысқарып кетеді, 5 қалады. Сонда 1-ден 5-ті азайтсақ, есептің жауабы минус 4 болады. Бұл жауабы, есептің жауабы болады. Келесі есеп. Класста 15 қыз, 15 ұл, 8 қыз бар. Қанша әдіспен 2 кезекшіні таңдаса болады дейді. Бұл есепте біз теруді қолданамыз. Сонда қараймыз. 15 ұл және 8 қыз болса, барлығы бізде 23 оқушы бар екен. Бұл жақта бізде ұл немесе қыз болсын деп жазылып тұрған жоқ. Сондықтан бізге бәрібір 23-тің ішінде 2 оқушыны таңдап алуымыз керек. Яғни С 23-те 2 деп факториал арқылы шығарамыз. Сонда бізде алымында 23 факториал, бөлімінде 2 факториал, көбейтілген 21 факториал. Бұл бізде формуласы мынандай еді, қарап аламыз. С n-нан k болса, n факториал, k факториал, n азайтылған k факториал формуласы. n деп тұрғанымыз бізде 23, яғни 23 оқушының ішінен бізде 2 оқушыны таңдап алуымыз керек. 2 оқушы, яғни 23-тен 2-ні азайтсақ 21 болады. 23 факториал дегеніміз 1-ден 23-ке дейінгі сандардың көбейтіндісі, оны біз немесе 21 факториал көбейтілген 22 көбейтілген 23 деп жазсақ болады. 2 факториал 1 көбейтілген 2, оны былай жаза саламыз 21 факториал. 21 факториалмен 21 факториалды қысқартамыз. 2 мен 22-ні қысқартамыз, 11 болады. 11-ді 23-ке көбейтсек 253 болады. Сонда есептің жауабы Д болып тұр. Көбеткіштерге жіктеңіздер. 5а квадрат қосылған 10а көбейтілген b қосылған 5b квадрат. Бұл жақта бізде оқушылар ортақ көбеткіш бар. 3 мүшеге де бізде ортақ көбеткіш бар. Ол бізде 5. 5-ті жақшаның сыртына шығарамыз. 5-ті жақшаның сыртына шығарсақ, а-ның квадраты қосылған 2 көбейтілген аб қосылған b-ның квадраты болады. Тең. Енді а квадрат қосылған 2аб қосылған b квадрат, ол бізде қысқаша көбейту формуласы, яғни а қосылған b-ның формуласы еді. Сонда оны біз былай жазамыз. 5 а қосылған b сыртында квадрат. Енді қараймыз, осы а қосылған b-ның квадратын ашатын болсақ, осы формула шығады. а-ның квадраты қосылған 2 еселенген а көбейтілген b қосылған b-ның квадраты. Яғни есептің жауабы Д болады. Тағы да көбеткіштерге жіктеңіз. 8x-тің 4 дәрежесі азайтылған x-тің 7 дәрежесі. Бұл жақта бізде ортақ көбеткіш, екі өрнекке де ортақ көбеткіш, бұл бізде x-тің 3 дәрежесі болады. x-тің 3 дәрежесін жақшаның сыртына шығарсақ, 4 дәрежесін жақшаның сыртына шығарсақ, яғни x-тің 4 дәрежесін біз осы өрнектерге бөлеміз. 8x-тің 4 дәрежесін x-тің 4 дәрежесіне бөлсек 8 қалады. x-тің 7 дәрежесін x-тің 4 дәрежесіне бөлсек x-тің 3 дәрежесі қалады. Ал бұл бізде тағы да қысқаша көбейту формуласы, яғни а куб азайтылған b куб. А деп тұрғанымыз бізде 2-нің кубы, яғни былай жазсақ та болады. Сонда x-тің 4 дәрежесі жақшаның ішінде 2-нің кубы азайтылған x-тің кубы. Ал бұл бізде мына формуламен ашылатын еді. А минус Б бір жақша,
а квадрат плюс аб плюс б квадрат деп ашылатын еді. Яғни x-тің 4 дәрежесі дейміз. 2 азайтылған x бір жақша, 2-нің квадраты 4, плюс 4, 2 көбейтілген x, 2x плюс x-тің квадраты. Яғни есептің жауабы бұл жақта b болады екен. 2 минус x, 4 қосылған 2x қосылған x квадрат, яғни есептің жауабы b болады. Келесі 5-ші сұрақ, осы теңдеудің түбірлерінің қосындысын табыңыз дейді. Бұл бізде квадраттық теңдеуде біз міндетті түрде дискриминант арқылы табатын едік. Толық квадраттық теңдеу болса, бізде ax квадрат қосылған, bx қосылған, c деген өрнек бар еді. Бұл жақтағы a дегеніміз x квадраттың алдындағы коэффициент, b дегеніміз x-тің алдындағы коэффициент, c дегеніміз бос мүше. Енді дискриминант арқылы табатын болсақ, минус плюс b-ның квадраты минус 4 көбейтілген ac еді. Яғни осы x-тардың алдында тұрған коэффициенттермен жұмыс жасаймыз. Сонда тең 4,5-тің квадраты азайтылған 4 көбейтілген 1 көбейтілген минус 5. 4,5-тің квадраты бізде 20,125. 4-ке минус 5-ті көбейтсек минус 20, нан алдындағы минусіне плюс 20 болады. Сонда 6,3-ке тең 20,25, 40,25, ол бізде 6,3-тің квадраты екен. Енді x1 мен x2-ні табамыз. x1 мен x2-ні табатын болсақ, плюс 4,5 плюс минус 6,3 бөлінген 2 көбейтілген 1. Бірді жазбасақ та болады. Сонда 4,5 плюс 6,3 ол бізде 10,8, оны 2-ге бөлсек, 5,4 болады қосқан кезде. Енді азайтамыз. 4,5 минус 6,3 бөлеміз 2-ге 0 минус 0,9. Енді екеуінің сумму корней уравнения деген, яғни екеуінің түбірлерінің қосындысын тап деп тұр. Сонда 5,4-ке 0,9-ді қосамыз. Бірақтан аны алды минус болып тұрғандықтан, онда азайта саламыз. Сонда 5,4 минус 0,9, ол бізде 4,5 екен. Жауабы, көрініп тұр ма? Жауабы дұрыс болады. Кері пропорционалдық бұл функция келесі график түрі осындай болады. Яғни кері пропорционалдық дегеніміз бізде мысалы y-тен kx болатын болса, ол бізде тура пропорционалдық. Ал y-тен k бөлінген x болатын болса, бұл бізде кері пропорционалдық. Ал 1 бөлінген x-тің функциясы бізде қандай гипербола болып келеді, яғни жауабы дұрыс болады. Сандардың қайсысы осы теңсіздіктің жауабы болады дейді. Решением этого неравенства. Яғни біз бұл жақта қайтадан дискриминант арқылы теңдеудің түбірлерін табуымыз керек. Минус 7-нің квадраты минус 4 көбейтілген минус 8. 7-нің квадраты 49, 4-ке 8-ді көбейтсек 32 қосылады екен. Яғни бұл бізде 81 болады. Енді x1 мен x2-ні табатын болсақ, плюс 7 плюс минус 9 бөлінген 2 көбейтілген 1. 7-ге 9-ды қоссақ 16, 16-ны 2-ге бөлсек 8. 7-ден 9-ды азайтсақ минус 2, минус 2-ні 2-ге бөлсек минус 1. Яғни бізде 8 және минус 1 деген сан шықты. Енді бізде бұл теңсіздік болғандықтан, мұнау кіші немесе тең 0-ден сандарын анықтаймыз. Бұл бізде минус 1 және 8 болып тұр. Минус 1 және 8. Енді мұнан x квадраттың таңбасына қараймыз. X квадраттың таңбасы бізде плюс болып тұрғандықтан, яғни бізде 2 шеті плюс болады. Бізде сонда бұл жақта теріс мәндерін сұрап тұр, яғни 0-ден кіші мәндерін сұрап тұр. Сонда минус 1-ден 8-ге дейінгі бізде қандай сандар соны сұрап тұр. Минус 1-ден 8-ге дейін бізде қандай сандар жатыр? Минус 1-ден 8-ге дейін бізде 0 деген сан жатыр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 деген сандар жатыр. Осы сандарды қараймыз. Минус 5 бізде жатқан жоқ, минус 2,45 жатқан жоқ, 2,5 бізде жатыр, минус 7, минус 8 жатқан жоқ. Яғни есептің жауабы С болады екен. Сұрақ
мына бір мүшенің дәрежесін анықтаңыздар дейді. Бір мүшенің дәрежесі дегеніміз бізде барлығы бір-біріне көбейтіп тұр, яғни бізде бұл бір мүше шынымен де, ал бір мүшенің дәрежесі дегеніміз осының құрамына кіретін айнымалылардың дәрежесінің қосындысы бір мүшенің дәрежесі болады. Яғни 4-ке 3-ті қоссақ 7, есептің жауабы 8-дің жауабы Б болады. Келесі С 3-тен 1. Бұл бізде тиру болып табылады, яғни С n по k болатын болса, n факториал бөлінген k факториал көбейтілген n азайтылған k факториал формуласы еді. n бізде бұл жақтағы 3, 1 дегеніміз k болып тұр. Сонда c 3-тен 1-ді табатын болсақ, 3 факториал бөлінген 1 факториал көбейтілген 3 азайтылған 1, яғни 2 факториал. 3 факториал дегеніміз 1, 2, 3 деген сөз. 1 факториал ол бізде 1, 2 факториал ол 1 көбейтілген 2. Сонда 2 мен 2 қысқарады. Есептің жауабы 3 болады екен. Функцияның ордината осымен қиылысу функциясын табыңыз дейді. Яғни бізде ордината оси дегеніміз ол бізде y оси, y осімен қиылысу нүктесін табыңыз дейді. Ол бізде мынау нүкте болу керек. Бізде сонда ордината осімен қиылысу дегенімізде бізде y-тің осінің бойымен бізде x-тің кез келген жаңағы x-тің мәні всегда 0-ге тең болады. Яғни біз осы функциядағы x-ті 0-ге теңестіріп, яғни x-тен 0 деп есептің шешімін табамыз. Сонда y-іміз тең минус 0-дің квадраты азайтылған 4 көбейтілген 0 минус 5. 0, 0 болып кетеді. Сонда y-тен минус 5. Бізде ең бірінші жақшаның ішінде x-дің координатасы жазылады, сосын y-тікі жазылады, екінші y-ті. Сонда есептің жауабы 0 және минус 5, ол бізде есептің жауабы А болады. Осымен оқушылар есебімізді аяқтадық. Келесіде сіздерге 4-ші нұсқасы шығатын болады. Каналымда тағы Б нұсқасы болады. Менің каналыма тіркеліп, қолдау көрсетіп қойыңыздар. Рахмет, сау болыңыздар.